Бәйет ауылдық клубы әр жексенбі сайын осылай толып жүр. Дәлірек айтса, қаңтардың 30-нан бастап. Астанада Азияда алауы жанған күннің Бәйет ауылында атамекен әдеби музыкалық шоуы тұсауын кесті. Ондағы мақсатымыз елімізге, жерімізге деген халқымыздың сүйіспеншілігін арттырып, патриоттық сезімдерін оятып, ауыл тұрғындарының бос уақыттарын дұрыс ұйымдастырып, ауыл мәдениетін көтеру болып табылады. Ұйымдастырушылар ауылдың 5 көшесін 5 ауыл қылып бөліп тастапты. Сондықтан ауылдың тұрғындарын өз ауылдарының намысын қорғау үшін өнер сайысына шыққан. Ал ауылдың аттары Ғарышкер Тоқтар ауылы, Жамбыл ауылы, Естай ауылы, Абай ауылы және Ардагерлер ауылы. Қатысушыларға келетін болсақ, бәрі бірдей күнде ән айтып, би билеп жүргендер емес. Біреулері зейнеткер, біреулері оқушылар, біреулері ұстаз. Біз өзіміз мектепте істегеннен кейін әрине мәдениетті бірінші орынға қоямыз. Сондықтан да біз ауыл болып бірінші жастан бастап 70 жасқа дейінгі аралықтағы барлық ауыл тұрғындары осы іс-шараға қатыстық. Ол басты міндетіміз деп білемін, енді өйткені мәдениет ел болашағы ғой. Қатысушыларға достығы жарасқан ел, туған тілің қыдырың, махаббатсыз өмір боз, салт дәстүрді сақтай біл, ел үмітін ақтай біл, туған жер торың деп аталған 5 тақырып беріліпті. Және айта кетуіміз керек, оны өнерлі бәйеттіктер ашып көрсете алды. Күпай Ақсақал сырт жерден тарихи отанына оралған ағайынымыз. Соған қарамастан бүгінгі тұрғылықты жері бәйетке арнап өлең шығарыпты. Біздің Бәйет ауылы екі баста жүреді алда, жүре берсе жақсы ғой осы қалда. Жақсылығының белгісі осы емес пе? Қалмай жүреді әрқашан кемпір шалда деп. Ақсақалдың айтқаны келсін әрине. Ал оның жерлестері осы күні сахна төрінде ән айтып, би биледі, көріністер қойды. Ауылдағы билікте бұл шараның ұйымдастырушылары өз дегендеріне жетті деп есептейді. Жақсы музыкалық шоу болды. Жұма сайын осы жексенбі күні осы клубта ине шаншыр жер жоқ. Халық жиналып, баладан кішкентай қарияға дейін жиналып тамашалаймыз. Бұл қазіргі ауыл халқының мәдени іс-шараға қосып жатқан дейміз бе, жалпысы халқымыздың ұлттық салт дәстүріне жалпысы дәріптеуге үлкен өзінің бір үлесі ауыл халқының енді бос уақытын тамаша пайдаланып жатыр. Келген көрерменде риза, әр қатысушыға қызу қолдау көрсетіп отырды. Өйткені олардың бәрі ауылдас, көршілес, ағайындастар ғой. Қаладан әдейі келген бас мәдениетшіміздің де бұл өнер сайысына көңілі толды. Бұл деген ауылдың ұйымшылығын көрсетті. Барлықтарыңызды бітті баладан ағзалықты анаға дейін сахараның төріне шығып өлең айтып жатқан. Сондықтан көп алғысымды білдірем. Осы күні көпшіліктің шешімімен 5 ауылдың 5-еуі де жеңімпаз атанды. Демеушілер дайындаған ақшалай сыйлықтар оларға тең бөлініп берілді. Оған қоса мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі, Атамұра мәдениет орталығы заттай сыйлықтарын өздеріне ұнаған ауылдарға берді. Демеушілердің бірқатары бәйеттік кәсіпкерлер болғасын, олар да өздерінің сыйлықтарын өз көшелерінің намысын қорғаған жерлестеріне табыстайды. Қорыта айтқанда атамекен әдеби музыкалық шарасы ұйымдастырушылардың да, қатысушылардың да, демеушілердің де көңілінен шықты. Олардан басқа ауылдар үлгі алса жақсы болар еді.